Қыздар, енді қазір мен Колекей сол баланың іші тырысып жылаған кезде өзімнің не істегенімді айтып берейін сіздерге. Менде балам қырқының ішінде ондай мазасы болған жоқ. Тамағы тоқ болса ұйықтай беретін. Менің балам былай қазір тынымсыз, жыбырлақ. Ол кезде де сондай внимание талап ететін кездері болды, бірақ жалпы айтқанда қырқының ішінде ешқандай менде бір қатты қиындық болған жоқ. Еміздім. Менің бір білетінім, Колекей кезінде әрқашан баботик беретінмін. Баботикті инструкциясына қарап, қанша тамшы беру керек, міндетті түрде қандай дәрі болса да қасында бірге қағаз болады ғой, инструкциясы, соны оқып сол бойынша ғана мен қолданамын. Егер дәрігердің өзі берген болса, мен дәрігердің жазып берген назначениесін ашып оқимын, сол бойынша беремін. Енді баланың іші тырысқанда айтады ғой, баланың желудочно-кишечный тракт жұмысын бастайды. Сондықтан ол кішкене белгілі бір уақыт бейімдеседі, үйреніседі. Менің ең көп қолданған нәрсем, баланы емізіп болып 15 минут тік ұстаймын. Әрқашан қанша шаршап тұрсам да, қанша ұйқым келіп тұрса да, ол түннің ортасы болса да, әрине кейбір сәттерде мен мысалы баланы әрқашан өзім қараймын. Маған баланы алысып, баланы мен қарай тұрайын, сен ұйықтап ал дейтін адам жоқ. Күйеуім жұмыста, күйеуім жұмыстан келген соң тамағын ішіп жеп, түнгі ұйқысын қатты ұйықтап қалады. Сондықтан мен кейбір сәттерде түнде қорқып кететінмін. Өзім баланы ұстап отырамын да ұйықтап кетемін. Баланы тік осылай ұстап отырамын да, өзім ұйықтап кететінмін. Әрқашан баланы күндіз де түнде де баланы емізіп болған соң тік ұстап тұрсаңыз, кішкене мына иыққа жатқызуға болады. Сөйтіп тұрсаңыз, бала міндетті түрде кекіреді. Ол емген кезде міндетті түрде ауа жұтады. Сондықтан да сол ауаны үстіне еміп болғаннан кейін солай тігіне шығарсаңыз, бала құспайды. Тігіне ұстап тұрғанда сол ауаны шығарса, кекіріп шығарып жіберсе, сүт шықпайды бері қарай. Ал егер сіз емізіп болып солай жатқыза салсаңыз, ол ана ауаны шығаратын кезде, ол ауамен бірге жаңағы ішкен сүті де бірге шығып құсады. Енді тағы бір момент, мысалы, барлық бала бірдей емес. Егер невропатолог тарапынан показаниясы болса, бала құсады. Менің қанша оқығаным, қанша көргенім, естігенім, бала құсатын болса, онда оның сол невропатолог жағынан проблемалары бар, емдеу керек деген сөз. Сондықтан егер сіз оның бәрін істесеңіз де бала құса беретін болса, онда сізге не дегенмен бәрібір де маманның көмегі қажет деген сөз. Апарыңыз, дәрігерге апарыңыз, ең бірінші педиатрға апарыңыз. Педиатр өзі сізді мәселеңізді анықтап сұрап, сосын қай маманға баратыныңызды айтады. Әдетте невропатологқа жібереді құса беретін баланы. Солай тік ұстап 15 минут, содан кейін кекіртіп, сосын мен жатқызып өзім қасына ұйықтайтынмын. Түнгісі, кейбір күндері бала мазасыз болып жатса, түнгі ұйқы сол жағынан кішкене қорқынышты, өйткені қолымда осылай ұстап отырып ұйықтап кетіп, қорқып ұстап қалып баланы сөйткен кездерім болған. Сосын менің бір бесікке сал деп ата-анамыз қоймайды ғой, сонда мен баламды 2 айда бесікке салдым, ал мен балам әр емген сайын тік ұстағанға әбден үйренген, кекіріп, сосын ұйықтағанға әбден үйренген. Сол кезде бесікте жаңағы ауа, бесікте жатқан жерінен емізген соң, ол ана ауаны қайтадан мен бесіктен жұлып алып, қайта-қайта шешіп алып, қайта-қайта тік ұстап олай істей алмаймын ғой. Сол жағынан маған бесік өте ыңғайсыз болды. Сол балам анау ауа шығып келе жатқан кезде жылап жіберетін, бүйтіп басын жұлқып, қол аяғымды жібер, тұрғым келеді деген сияқты солай не істейтін.
не істерімді білмеймін. Бір жағынан бесіктің плюстары, жақсы жақтары өте көп екен. Мысалы, мен балам аунайтын болған кезде ол өте маған көмектесті. Аунап жаңағы бетін басып жатып қалмайды, мұрны жаңағы неге төсекке былай басылып мұрны жабылып жатып қалмайды. Сол жағынан бесік маған өте ыңғайлы болды. Менің балам аз жатты бесікте. Екінші айдан бір 5 ай толық жатты. 6-шы айда, по-моему, 6 айда шығып кетті бесіктен. Шығып кеткенде жатпаймын деп жылап, түнімен тербетіп, қайта шешіп алып жатқызып, сонымен жатқанынша жатты, жатпағанына шешіп алдым. Қасыма жататын болдым. Әрине қасымда жатқанда қорқыныш болады. Басып қалған жоқпын ба, қатты ұйықтап кеткен жоқпын ба, емізіп жатып ұйықтап қалған жоқпын ба деген түрлі қорқыныш болады, әрине. Енді ана болған соң сол түнімен кәдімгідей бәрін байқап, қайта ұйқың бөлініп қарап сөйтіп жатасың ғой. Сол баботик бердім балама, кекірттім. Сондықтан менде ол жағынан Аллаға шүкір бәрі жақсы болды. Баламның мазасыз болған кездерінде есімде, бізде фитбол бар үйде, сол фитболға секіріп ұйықтататынмын. Фитбол баламды қолыма аламын да, өзім фитболда секіріп отырамын, үстінде сөйтіп ұйықтайды. Болады ғой, 2-ші айында көйлекке қатты бізде білдірді, аңырап жылап кеште бастайтын. Кешкі сағат бір күні 9-да бастайды, бір күні 10-да бастайды, бір күні кешкі 7-де бастап жібереді. Содан жылайды, мазасызданып жылайды. Бір күндері болды таңғы 4-терге ғана ұйықтаған кездерім. Сол бір 2-ші ай бізге, менің ойымша, ауыр болды. Сол кезде сол фитболға секіріп ұйықтатып жүрген кездерім. Фитболды таңдауды білесіздер ме, қыздар? Фитболдың бір керек несі, балаға онымен массаж жаттығу жасауға да болады. Енді білмеймін, ол қатты керек нәрсе ма, керек емес па, өзіңіз қарайсыз. Егер керек десеңіз, бір 3,5 мың теңгеге ма алдым мен. Фитболды өзіңіздің бойыңыз мысалы 160 сантиметр болса, содан 160-тайсыз. 180 болса, одан да 160-тайсыз да. Менің бойым 163 па сондай. Бірақ маған сонда 60 диаметрі 60-тық фитбол алу керек екен. Мен оны кейін білдім. Өйткені менде 70-тік па сондай, аяғым толық ыңғайлы жетпейді жерге фитболда отырғанда. Әрине енді оның желін аз беріп сөйтуге де болады. Бірақ фитболды таңдаудың ережесі өзіңіздің бойыңыздың сантиметрін 160-тайсыз да. 60 болса 60-тық, 70 қалса 70-тік, 80 қалса 80-дік фитбол аласыз. Сонда отыру сізге ыңғайлы болады деп мен сонда ереже оқыдым. Сол фитболға секіретінмін. Сосын менде баламның іші қатқан жоқ, бірақ ішінде желін болатын. Сол желін шығара алмай жылайтын. Желін шығара алмай жылайды. Дәреті жұмсақ, сұйық болады. Сұйық немесе жұмсақ болады. Ешқашан былай қатып, бір ұзақ күндер іш қатып өтіп жүріп көрген жоқпыз. Бірақ мен қазір енді олар мен үшін бір андай ужастики. Біреулер айтады ғой, 4 күн болды шықпай, 5 күн. Енді Құдай сақтасын, менің балам бір күн шықпай қалса, мен 2-ші күні уже барлық шараларымды қолданатынмын. Ең бірінші есте сақтау керек. Әрине, әр бала ерекше, әр баланың өз ерекшеліктері бар деп айттық. Бірақ түсініңіз, баланың дәреті мына түгешекте тұратын сол баланың дәреті, ол шлаки. Ол шлаки, егер мен медицинадан өте көп нәрсе білемін, көп нәрсе оқығам, оның себептері бар. Менің ол өмір тәжірибемен және басымнан өткен жағдайлармен мен ол заттың бәрін үйрендім. Сол ішектің ішінде тұрған шлаки тұрып кейін уже ішекке тарай бастайды. Ішектің бойымен уже жоғары тарай бастайды. Сондықтан менің жеке пікірім, баланы бір күн, 2 күннен артық үлкен дәретке шығармай отыра беруге болмайды. Оны шығарып алу керек. Енді әрине оның ата-анасының бір ерекшелігі болса, мысалы мен сөйлескен бір келіншектерден мен кейін білдім. Олар айтады, менің балам 5 күнде бірақ шығады, 4 күнде бірақ үлкен дәретке шығады. Жаңа туған бала. Біз білеміз ғой, мен мысалы жаңа туған балам күніне 5 реттен, кейін уже жайлап 3 реттен,
кейін күніне 2 реттен, Аллаға шүкір, әлі күнге дейін күніне 2 рет үлкен дәретке шығады. Сондықтан менің ойымша баланы бүгін үлкен дәретке отырмады ма, ертең бар амалын жасап шығарып алу керек. Ол сонша нәрсе ішіп жатыр, жеп жатыр, ол қайда кетіп жатыр? Оның бәрі сіңіп кетуі, толық сіңіріп алу мүмкін емес қой. Сондықтан егер ондай мәселе болса, міндетті түрде дәрігерге айтыңыз. Бұл жерде міндетті түрде дәрігер білу керек, және дәрігердің айтатын кеңестерін бірқатар орындап шығуыңыз керек. Енді мен естігенім, ата-анасы сондай адамдар бар екен. Маған бір келіншек айтты, мен балам 4-5 күнде бірақ шығады үлкен дәретке деп. Кішкентай жаңа туған бала. Мен өзім сондаймын, туғалы сондай екенмін дейді. Енді мен білмеймін, ол мүмкін сол жаңағы тұқым қуалайтын нәрсе ме екенін білмеймін. Жалпы ондай деңгейге жеткізбеу керек деп ойлаймын мен. Ата-ана міндеті баланың 1 жасқа дейін барлық жағдайын жасау, ол баланың тамағын тоқ ету, ұйқысын тыныш ету, дәретін түгел шығарып отыру, бәрін қадағалап, бақылап отыру ата-ананың міндеті деп ойлаймын мен. Әсіресе 1 жасқа дейін, яғни ол өмірінің 1-ші жылы өте маңызды деп ойлаймын. Менде сол ешқандай баламда іш қату болған жоқ, Аллаға шүкір, әліге дейін болып көрген жоқ. Кішкене прикорм тамақ қосып жеп бастаған кезде қою дәрет шыға бастады. Так былай іші қатып деген енді бізде мүлде болған жоқ. Бірақ бізде жел шығара алмайтын, жылайтын, көріп тұрмын, күшейеді, бірақ шықпайды. Солай жылайды, күтем. Сосын бір кездері болды, мен кір жуғанда кейбір заттарды ғана жууға ақ сұлу деген сабын қолданамын. Сол сұлу сабынды кішкене шетінен пышақпен жіңішке қылып кесіп алып, свечалар көрдіңіз ғой, детский виферон свечалар, соның 4-тен 1 сияқты мөлшерде аламды. Сосын оның жан-жағының қырын бәрін қолыммен былай алып тастаймын, сырғанақ қылып, жұмсақ баланың көтенін қырып кірмейтін қылып. Сөйтіп, сол сабынды, сол жаңағы сабынның бөлігін, свеча сияқты қылып дайындаған сабынның бөлігін суға малып, және бұл жерде маңыздысы, баланың көтеніне кішкене бір жеңіл-желпі крем немесе май, элементарный вазелиновое масло жарайды, кішкене жағып қою керек, құп-құрғаққа ананы тықпау үшін. Кішкене жан-жағына жағып, сосын ананы суға батырып сөйтіп тығам. Сонда егер дәрет жүрмей тұрған болса, бала сразу шығарып береді, күшеніп. Өйткені анау сабын раздражает нелерді, сөйтіп бері қарай бәрі жылжып шығып кетеді. Оны мен өте жиі жасаған жоқпын. Менде ондай қатты көп ондай баламда проблема болған жоқ, бірақ болған кезде мен амалдардың бірі соны істеп көрдім. Және екінші момент, менің балам қып-қызыл болып жылады бір күні, шыға алмағанда, дәрет қатпаған, дәрет жұмсақ, бірақ ол сол арасындағы желдерді шығара алмайды екен. Сосын мен күйеуіме дәріханадан не алдырдым. Газоотводные трубочки Винди деген, Google'дан теріп қарасаңыз болады, газоотводные трубочки Винди. Сол трубочканы алдым, ішінде 10 данасы бар. Баламды ұйықтатып келіп отырмын, әйтпесе әкеліп несін коробкасын көрсетер едім, менде ол бар. Ол бар болғанда мен қазір оны қолданбаймын, бірақ бар еді осы жерде. Соны алдырдым, оқыдым инструкциясын, қарадым, адамдардан отзывтарын да оқығам алдында, соны қолданып көрдім. Оны қалай, ол негізі 10 дана бар ішінде, мен оның 3-еуін қолданатынмын, 3-еуін бірге қолданам, 3-еуін бірге аламда, балам жылап атса, жаңағы вазелин майына батырам, жаңағы вендидің трубочканың ұшын, жұмсақ ұшы, то есть біздің балаңыздың көтені қырып кетпейді, және ол белгілі бір жерге дейін кіреді, әрі қарай былай басқаша үлкендеу форма алып келеді, ол жағы көтеніне кірмейді. Соны вазелиновое маслоға батырып, баламның көтеніне жайлап салам, және жайлап бұрайын, осылай кішкене жұмсақ движениелермен осылай бұрайтын. Сонда кәдімгідей дауысы шығып жел шығатын
дауысы шығып жел шығады, сосын ар жағынан дәреті жүреді де, дәретте келіп қалады да, ана трубочка бітеліп қалады. Мен оны трубочканы былай алып қоямын, влажный салфеткаға орап, сосын келесі новый қараймын баланың состояниесіне. Егер содан кейін қойса, болды, желдің бәрі шығып кетті десе, тамаша. Егер әрі қарай жылайтын болса, әрі қарай күшенетін болса, яғни тағы бар деген сөз. Тағы келесі таза тұрған трубочканы алам, оны да вазелиновый маслоға батырам, ұшын батырам да баланы көтене салам, кішкене бұрайым және ұстай тұрам. Ол бірден жел шықпайды, ол жел келе жатырған ортада жүрген жел. Жайлап ұстай тұрам, баланы әрине ол кезде кішкене алдастырып, күлдіріп, ойын бөле тұрған дұрыс, өйткені ол жатпаймын деп жылайды. Сөйтіп, ең көп қолданғаным сол 3 данаға дейін бір ретте. Мен адамдардан, мен мысалы осылай істедім деп айтсам, маған келіншектер айтады, ойбай, одан кейін соған үйреніп кетпей ма, сосын оны тықпаса шықпайтын болып қалмай ма, немесе біреулер, ойбай, оған дәрі саласың ба, сонда. Ең бірінші, кез келген адамның кеңесін тыңдардан бұрын инструкциясын қарап, отзывтарды оқып, оны жұрттарға айтып істейтінін бірінші қарап, зерттеп алыңыз. Енді менің отзывым осындай, мен оны қолдандым, ешқандай үйреніп кеткен жоқ, мен оны күнде қолданған жоқпын. Басында сол ішінде желі көп кезде бір аптасына 1 рет, 2 рет қолданған болсам, кейін тіпті айына 1 рет, 2 рет қолданып, бір 6 айдан кейін тіпті мен ол трубочканы қолыма алған емеспін, өйткені 6 айдан кейін баланың өзі барлық органдары да жақсы істей бастайды, оның үстіне бала өзі жыбырлай бастайды, қозғалысы жақсы болады, сондықтан өзі шығып, өзі бәрін реттей алады. Менің маған осы газотворный трубочки винтик өте жақсы көмектесті. Аллаға шүкір, баламның ешқандай үйреніп кеткен ештеңкесі жоқ. Сондықтан менің бұл жерде бір айтайын деген нәрсем, егер бала үлкен дәретін шығара алмай, күшене берсе, және оның мына ішінен төменгі жақтарының мышцалары, бұлшықеттері слабый болса, әсіресе кішкентай айында, бастапқы айларда, онда ол грыжа шығып кетуі мүмкін. Күшене бергеннен, жылап айқайлап күшене бергеннен. Сондықтан ана ешқашан баланы ондай деңгейге жеткізбеу керек. Уақытында дәретін шығарып, уақытында бәрін реттеп отыру керек. Біздің бірінші жылғы жұмысымыз өте үлкен ғой, жауапты жұмыс. Сондықтан ондай іш қатуға, ұзақ іш қатып жүруге жол бермеу керек деп ойлаймын. Сосын бір момент, бұл жерде негізі барлық нәрсені бірге айтып кетейін деп тұрмын. Біреулер дейді, не істеймін, адыраспан түтетеміз дейді. Мен енді адыраспанға мен қарсымын, өйткені бала таза ауада ұйықтау керек. Балаға керісінше бала ұйықтайтын кезде алдымен бала ұйықтайтын бөлмені, баланы басқа бөлмеге алып кетіп, бала ұйықтайтын бөлменің ауасын тазартып алу керек. Терезелерін ашып, салқындатып, кәдімгідей ауасы түгел тазартып, одан кейін терезені жауып, бөлменің температурасы жөндескеннен кейін баланы апарып сол бөлмеге ұйықтату керек. Мен өзім ондай улайтын ащы иістерге қарсымын. Бала адыраспанмен иістелген бөлмеде ұйықтау керек дегенді мен онша түсінбеймін. Қазір бұл видеомыз ұзақ болып кетті. Жалғасын келесі видеодан бөлек жазамын.